Баршаңызға сәлем достар. 25-30 минутта пісіретін тауық етін дайындаймыз. Маринадтаймыз. Майонез, қара бұрыш, қызыл бұрыш, сарымсақ, тұз, сұйық май құямыз. Енді сәбіз, картошка, болгар перецін және де пиязды турап дайындап аламыз. Ыдысымызға маринадталған тауығымызды саламыз. Бетінен дайын тұрған картошкамызды, сәбізімізді, болгар перецін, пиязымызды салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа саламыз. Осылай тауығымызды аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Неке тауығымыз дайын болды, тарелкаға салып, бетіне пиязымызды турап, дастарханға ұсынамыз. Барлықтарыңызға ас болсын.